Армысыздар, Қазыналы мекен бағдарламасы бүгін Қарағанды көмір бассейніндегі ең маңызды нысандардың бірі Шығыс орталық байыту фабрикасында. Шығыс орталық байыту фабрикасын кокс концентратын өндіретін алып машина десе де болады. Елімізде оған тең келер өнеркәсіп жоқ. Бұл нысанды біз бірден түсіре алмадық. Себебі 35 жылдық тарихы бар фабриканың жұмыс істеуінен жөндеу жұмыстарына тоқтайтын уақыты көп болып шықты. Сонымен қатар өндіріс басшыларымен тілдесуге де мүмкіндік болмады. Сол себепті фабрика территориясын өз бетімізбен аралауымызға тура келді. Біз осыған дейін Шұбаркөл кен орнында коксты химиялық комбинатта қалай кокс өндірілетіні туралы айтқан болатынбыз. Бұл жерде технология мүлдем басқаша екен. Жақын жерде орналасқан көмір бассейніндегі шикізаттың күлділігі химиялық реагенттермен 100% байытса да таза кокс алуға мүмкіндік бермейді. Тек концентрат алынады. Негізі өткен ғасырдың 70-ші жылдары орталық Қазақстанда аталмыш фабриканың құрылысын жүргізу үшін барлық кеңес одағының құрамына кіретін елдер атсалысты. Нысан 8 жыл ішінде салынып бітіп, оның қуаттылығы жылына 6 миллион тонна қарапайым көмірді кокске, энергетикалық концентратқа және өндірістік өнімге айналдыруға жететін болды. Қазіргі таңда өндіріс көлемі 2 есеге азайған. Фабриканы салу үшін бұл жер кездейсоқ таңдалған жоқ. Себебі шахталар жақын жерде орналасқан. Сонымен қатар темір жол бекеті де алыс емес. Осы жерге вагондармен көмір келеді және тұтынушыларға жіберіледі. Барлық жұмыс осы көмір қабылдағыш бөлімнен басталады. Шикізат алдымен бункерге түсіріледі. Одан әрі қарай ол ірі және ұсақ болып бөлінеді. Работа фабрики. Фабриканың жұмысы көмір қабылдаудан басталады. Біздің цех барлық шахтадан келген көмірді түсіреді. Негізі біз берілген жоспарды дәлме-дәл орындап отырамыз. Әр ауысымға берілген белгілі бір көлем бар. Мысалы, біз бір ауысымда 10 мың тоннадан сәл аздау қарапайым көмір қабылдап аламыз. Чуть меньше. Мұнда бір ауысымда 10 адам еңбек етеді. Барлығы көріп отырғандарыңыздай жүреді. 2 вагон аударғыш кезекпен кезек күніне 150 вагонға дейін көмір төгеді. Жалпы енді осы вагонда пакетте істегеніме 20 жылда болып қалды. Осы жұмысқа енді қиын емес, өзіме лайық жұмыс істеймін. Осы жұмысты мен өзім қуаныштымын, сол жұмысты жасап жүргеніме. Өйткені 20 жыл срок қой сонда да. Бұл екінші үйім сияқты менің бұл жерде. Таңертең кешке келгенде жұмысымыз мына вагондарды ішіне көмір түсіру керек. Каждый вагон аударамыз, бір күнде где-то 150 вагонда келеді. Жұмыс істейтініміз день-ночь дейді. Бір күн істеп, бір күн демаламыз. Сосын ночқа шығамыз, сосын 2 күн демаламыз. Енді осы сменада жаңғыз апаркетчик тұр ғой, апаркетчик дейді. Мен осы жерде апаркетчик болып жүрмін. Осы келген вагондардың бәрін менің мойнымда, бәрін аударып, бәрін жіберемін. Рассеп деген болады, сонысы болмасын деп, бәрін қады келіп, бәрін жіберемін. Барлық үдеріс мына шағын бөлмеде басқарылады. Айта кететін жайт, кеңес үкіметі кезіндегі қондырғы жаңа заманауи компьютерлерге жуырда ғана ауыстырылған. Оған дейін 30 жыл бойы үзіліссіз ескіде берік мына қондырғы жұмыс істепті. Мен осы жерден барлығын басқарып отырамын. Мысалы, бізге жеткізілген көмір партиясын қабылдап аламын да цехта іске қосамын. Адамдарды жұмысқа дайындаймын. Олар бір жерге жиналады. Сосын мен тапсырма беремін. Сол бойынша жұмысқа кіріседі. Мен негізі жалпылама айтып отырмын. Сосын менмен бірге мөлшерлеуші адам отырып, басшылардың берген нұсқаулары бойынша әр шахтадан келген көмірді қабылдауды жоспарлаймыз. Сөйтіп, келіп түскен көмірді әрі қарай басқа корпусқа, яғни байыту цехына қарай жібереміз. Қай көмірді қанша көлемде жіберу керектігін бақылаймыз. Мысалы, Шахтинск көмірінің 10%, Қазақстан шахтасы көмірінің 20%. Міне соларды тоннамен есептеп, бас корпусқа жүгіртпе ленталармен жібереміз. Жұмысымның соңында барлығын қағазға түсіріп, өз ауысымымда жасаған жұмыстарымды тіркеп, оны әрі қарай диспетчерге өткіземін. Қанша көмір түсірдік, қаншасын өңдеуден өткіздік. Осыларды бақылап, цехтың жұмысын реттеп отырамын. Ал мынау фабриканың жүрегі байыту цехы.
Бұл өндірістегі аса күрделі, ең технологиялық және толықтай жабдықталған нысан болып табылады. Көмір осы жерде өңдеуден өтеді. Сөйтіп, концентрат өндірістік өнім және бос жыныстар, яғни қалдық болып бөлінеді. Обогащение в тяжелых средах. У нас имеются тяжелосредные сепараторы. Біз байытуды күрделі ортада жүргіземіз. Ол үшін бізде күрделі орталық айырғыштар бар. Онда су магнитпен араласады, яғни магнитті кен. Соның арқасында көмірді ірі санатты байыту үдерісі жүреді. Сөйтіп нәтижесінде концентрат және бос жыныстар бөліп аламыз. Ал тұндыру машиналарында, яғни вибрациялық електен өткен майда санатты көмір байытудан өтеді. Міне, сол машинада 3 санатқа бөлу үдерісі жүреді. Концентрат, өндірістік өнім және бос жыныс, яғни қалдық. Ең майда санатты байыту гидросайзерде және флотомашиналарда жасалады. Флотомашиналарда үдеріс химиялық реагенттер қосу арқылы жүреді. Онда көбіктендіргіш және жинағыш болады. Бұл жерде де май санатты концентрат және флотоқалдық болып бөлінеді. Концентрат и флотохвосты, то есть породы. Байыту үдерісі бірнеше саты бойынша жүреді. Ол шикізаттың көлеміне байланысты. Айта кететін жайт, мұндағы қондырғы Брежнев дәуірінен бері еш тоқтаусыз жұмыс істеп келеді. Мы сейчас с вами находимся на отделении. Біз қазір флотация бөлімінде тұрмыз. Бұл жерде көмірдің ең майда 0-5 миллилитрлік бөлшегін байыту үдерісі жүріп жатыр. Бұл жерде көмірдің ең майда 0-5 миллиметрлік бөлшегін байыту үдерісі жүріп жатыр. Сол жағымызда тұрған ескі механикалық флотация, ал алдымызда тұрған жаңа флотомашина Джеймесон. Біз оны осыдан 1,5 жылдан аса уақыт бұрын іске қосқан болатынбыз. Қазіргі таңда 5 ескі және 2 жаңа флотомашиналарымыз бар. Ал біздің жоғарғы жағымызда радиалды қойылғыштар салынған бөлшектер бар. Олардың әрбірінің сыйымдылығы 2000 текше метрге тең. Ол жерде флотто қалдықтарды қойылту жүріп жатыр. Сонымен қатар флотацияға арналған қоспаларда дайындалады. Өндірістің орташа айлық көлемі 230 тонна. Оны орындау үшін фабрика 450-460 тонна көмірді өңдеуден өткізеді. Бір ауысымда 5000 тонна концентрат жасалады. Оған 10.000 тонна қарапайым көмір жұмсалады. Мына бөлмеде жұмыс істеу үшін диспетчер өндірісте 30 жылдан аса еңбек еткен. Басқару және бақылау жоғары біліктілікті және жауапкершілікті талап етеді. Монитордағы әрбір санды жатқа біліп, дер кезінде күрделі мәселелерді шешуі тиіс. Работа диспетчером, это можно сказать по всем процессам. Мен диспетчер болып жұмыс істеймін. Барлық үдерісті бақылап отырамын. Мысалы, вагондар қалай біздің территориямызға кіріп жатыр, оны қалай түсіріп жатыр. Сосын, әрі қарай жұмыстың қалай атқарылып жатқанын көріп отырам. Байқап тұрғандарыңыздай, барлығын монитордан бақылаймын. Операторлармен үнемі байланыста боламын. Департаментке де белгілі бір уақытта есеп беріп отырамын. Қанша көмір келгенін және қанша өнім шыққанын хабарлаймын. Сонымен қатар, территориямызда жұмыс істеп жатқан кезекшілермен де байланыста болам. Себебі вагондардың ретімен төгіліп, ретімен жөнелуі де менің мойнымда. Мына бөлмедегі монитордан фабриканың барлық бөлімдері мен цехтар көрініп тұрады. Қай жерде жұмыс жүріп жатыр, қай бөлім тоқтап тұр. Барлығын көріп отырам. Басты міндет өнімнің сапасын тексеру және оның тұтынушыға жіберуді бақылау. Мен кез келген бөлімге дыбысты байланысқа шыға аламын. Сөйтіп, екі цехтың жұмысын бір уақытта бірдей атқаруын жасаймын. Себебі кейде олар байланысқа шыға алмай, бір-бірін түсіне алмай жатады. Диспетчердің міндеті де сол ғой. Барлығын реттеп отыруым қажет. Жуық арада байыту цехына жаңа тұндыру машиналары орнатылатын болады. Мамандардың айтуынша, бұл қондырғы өндіріс көлемін арттыруға үлкен септігін тигізеді. Бұл жерде дайындалған коксты концентрат әрі қарай кептіру цехына жіберіледі. Ол туралы келесі бағдарламада айтатын боламыз. Сіздермен бірге болған Қазыналы мекен бізді 24 KZ телеарнасының сайтынан және әлеуметтік желілерден табуға болады. Кездескенше.